Марат Кәрімжанұлы, бізде кәсіпкерлердің мүддесін қорғайды деген бір емес, екі палата бар, қателеспесем. Атамекен бар, сон баяғы МПП-лы бар. Сол кәсіпкерлердің, мынау кіші кәсіпкерлік қой осы, жол тасымалдау деген. Неғып солар басқара салмайды? Аламызда әйтеуір бәріне бір қожайын тауып береміз. Сондықтан сізге бірінші сұрағым, осыншама енді таксистерді отарлаудың қажеті қанша? Екінші сұрағым, бұлар өз шулы қауым, ертең дүрлігетін болса, біз таксимен жиі жүретін адам болғаннан кейін кім көрінгеннен жаман сөз естігіңіз келмейді. Дүрлігетін болса, өзіңіз жауапкершілікті мойныңызға аласыз ба? Екінші сұрағыңыз бойынша жауапкершілікті мойныма алам, мемлекеттік органның бірінші басшы ретінде. Бірінші сұрағыңыз бойынша, мына жерде сол таксиді бізде бірнеше рет жинадық. Министрлікте де, жекеде. Шыны керек, ана алпауыт үлкен интернет агрегаттарының қасында олардың құқығын қорғайтын ешкім қалмады. Сондықтан бұл жерде екеуі бір өзін-өзі реттейтін ұйымға мүше болған соң, олардың қабылдаған қағидасында ең алдымен біздің қарапайым жүргізушілер өздерінің құқықтарын қорғайтын талаптарды қоя алады. Және соны талап ете алады. Сондықтан олар мен жаңа айтқан 10 мың кісі ресми такси ретінде оператор болған. Сондықтан мына өзін-өзі басқару реттеу ұйымы қайта шынайы түбінде Қазақстанды қарапайым жүргізушілердің мүддесін қорғауға бағытталған.